Білімді болу деген сөздің мағынасы белгісіз нәрсені ашуға қабілетті болу деген ұғым. Білім жолына түскен жан күнделікті күйбең тіршілікті ойламауы қажет. Шын білім әрдайым ақиқат анық болатын білім. Білгені, көргені көп адам білімді болады. Талаптан да біліммен өнер үйрен, білімсіз өнерсіз болады ақыл тұл. Білімді үйрену үшін еңбек құмар болып, денеңді жалқаулыққа билетпеуің керек. Ұлым, саған айтайын, өсиеттің дананың, білімдіні таныда, соңынан ер қарағым. Білім үйрен данадан, жалтаңдама басқаға, қызмет қыл басыңды, ерлігіңді тастада. Білімдіден сөз тыңдасаң, күш тасыр, үйренгеніңді желге ұшырмай, іске асыр. Тек ақиқат білім ғана күдік туғызбайды, ол өмірді бағалауға, тұрмыс құруға үйретеді. Халық пен халықты, адам мен адамды теңестіретін нәрсе білім. Кім көпті біліп, көңіліне түйсе, дәулет артар, игілік оған жар болар, бейнеттен кетіп, зейнетке жетер. Үйренер нәрсең білім мен мейірімділік. Біліміңді еңбекпен өмірдің өзінде шыңдап отыр. Сонда ғана білім деп алатын асыл тас ешқашан тот баспастан жалтырайда, жарқырайда береді. Адамды дәреже жеткізбейді, білім жеткізеді. 15 жасымда мен білімге бет бұрдым. 30 жасымда бағынышсыз тұрмысқа қол жеткіздім. 40 жасымда күмәннан арылдым. 50 жасымда көктің еркін таныдым. 60 жасымда шындық пен өтірікті ажырата бастадым. 70 жасымда жүрегімнің қалауына ере бастадым. Сүйкімді асты қабылдаудың еш жағымды әсер болмайтыны тәрізді. Ынтасыз, зердесіз білім қабылдауды ақыл ойды тоздырады. Айтылған ақпараттар бойға сіңбейді, жақсы тәрбиелі ұрпақ қалыптаспайды. Оқу бұл әлі ештеңені маңдатпайды. Нені оқу керек және оқығанды көңілге қалай тоқу керек? Ең үлкен шаруа міне осында. Көптеген табысқа жеткен кәсіпкерлердің білімі орташа болған, бірақ бұл құлшына үйренбеген адамда табысқа жете алады дегендік емес. Есіңде болсын, білімің ешкім сенен тартып ала алмайтын ең мықты қаруың. Адам білімсіз де кәсіп жарата алады, бірақ білімсіз бәрібір де оны дамыта алмайды. Білімді дамыта алмайтын елдің болашағы жоқ.